Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Керқұла атты Кендебай. Ертеде ешкі құйрығы келтіде, Қаратаудың ойығында, Қарасудың бойында Қазанғап деген бір кедей болыпты. Қазанғап құс атып, балық аулап күн көреді екен. Әйелі ау тоқып, жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті. Күндерде бір күн Қазанғаптың әйелі босаныпты. Торсық шеке аппақ ұл тауыпты. Ата-анасы қуанып, төбелері көкке жетіпті. Баласына Кендебай деп ат қойыпты. Кендебай ай сайын емес күн сайын өсіпті. 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті. 6 жылда алып жігіт болыпты, сондай күшті болыпты. Алысқанын алып ұрыпты, күрескенін жыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз өзі тартып шығара беріпті. Аң аулап әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан атыпты. Құралайды көзінен тигізген мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы жыртық үйлі кедейлер қарық болыпты да қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып көкжалды құйрығынан ұстай алып, бұлғап-бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжармен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның сүтімен асыратты. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кезат болып шығыпты. Аттың түсі Керқұла болыпты. Кендебай Керқұланы үйретіп мініп, түн қатып жүріп, аң аулапты. Керқұла қуса жетіп, қашша құтылатын, аузымен құс тістеген өрен жүйрік болыпты. Кендебай аң аулап ері аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды болыпты. Жылағанды жұбатыпты, қысылғанға жәрдем беріпті. Өзімдікі дегенді білмепті. Жат сыңуды сүймепті. Табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керқұла атты Кендебай батыр атанып, әлемге аяқ болыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып қозы бағып жүрген бір балаға кездесіпті. Бала еңіреп жылап жүр екен. Кендебай жетіп келіп, көзің жасты, көкірегің қайғылы, не еткен жансың деп сұрапты. Баланың басы таз, киімі өрім екен. Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың? Асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысын деп бақырып қоя беріпті бала. Не болды? Жөндеп айтшы деп сұрапты Кендебай. Бала көзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алып, былай деп жауап беріпті. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға шықтым. Биыл 4-ші жыл. Елімізге жау тиіп, жылғы біткеннің тұяқ қалдырмай айдап әкетті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ұзақ жұртуылдан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Осы ұйқыда жатқан әкемді жау әскері байлап әкетті. Әкемді араламақшы болып, жетіп барған шешемді қайырымсыз жау алдына өңгеріп жөнеп берді. Мен жетім қалдым. Ішерге асым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқарабайдың қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым, ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы. Мен әке шешеме жылаймын, бай жылқысына жылайды. Олай болса жылама, мен әке шешеңді іздеп, тауып берейін деп Кендебай
жүгіріп кетеді. Бала қуанып қала береді. Керқұла ат құстай ұшып құйғытып барады. Айлық жерді алда аттайды. Бір жерге келгенде Керқұла атқа тіл бітіп: «Досым Кендебай, іздеген жоғың алыста емес, осы арадан табылады. Мынау таудан әр ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Сол араларында қан тұрады. Қойшы баланың әке-шешесі сол қанның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыптаулы. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі бір адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам. Қазір қанның құлы. Сол адамға бар да жолына жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің ки де, оған өз киіміңді кигіз. Сөйтіп әлгі адамды азат ет те, өзің сиырды бағып қал. Қазір құйрығымнан бір тал қыл ал да мені қоя бер. Сауыт сайман, құрал жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзірге саған менің де, құралдың да керегі жоқ. Егер керек бола қалсам, құйрығымнан алған қылды тұтат, сонда мен дайын боламын. Ендігі әңгімені барған соң көрерсің, дейді. Кендебай Керқұла аттың құйрығынан бір тал қыл жұлып алады да қоя береді. Оның айтқанының барлығын істейді. Малшыны азат етеді, жолына пұл береді. Оның киімін киіп, сиырды өзі бағып қалады. Кешке жақын оларды өзеннен айдап өткізейін десе, сиырлары суға түспейді. Кендебай ашуланып кетіп, сиырларды сирағынан ұстап алып, бір-бірлеп лақтыра бастайды. Лақтырған сиырлар өзеннің ортасындағы аралға томпылдап түсіп жатады. Сол кезде ханның кіші қызы судың арғы жиегінде көріп тұр екен. «Ой оңбаған-ай, қырасың ғой малды. Күндегідей айырылғырдың суы айырыл деп неге айтпайсың?» дейді. Айырылғырдың суы айырыл деген екен. Өзеннің суы екіге айырылып, ортадан жол ашылады. Сөйтіп Кендебай мал бағып жүре береді. Күндерде бір күн хан өзінің екі баласын шақырып алып: «Бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ болып кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер. Не болғанын көздеріңмен көріңдер», дейді. Мұны Кендебай естіп тұрады. Кешке ханның екі баласы күзетке барғанда, Кендебай да жасырынып барып отырады. Біраздан соң ханның екі баласы қорылдап, ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген кезде бие алтын құйрықты, құндыз жүнді, арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де құлынды ала жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Ертеңіне таң сәріден хан екі баласын шақырып алып, не көргендерін сұрайды. Балалары: «Бие құлындаған да жоқ, еш нәрсе болған да жоқ» деп жауап береді. Хан тағы таң қалып отырғанда, Кендебай есіктен кіріп келіп: «Дат тақсыр» дейді. «Датың болса айт» дейді хан ақырып. «Мен айтсам бұлардың айтып отырғаны өтірік. Бұларға көрінбей биені мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде екі балаңыз ұйықтап қалды. Таң алдында бие алтын құйрықты, құндыз жүнді құлын туды. Аспаннан бір бұлт түйіліп келді де оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен араласқан үлкен дәу құлынды алып кетті де құйрық менің қолымда қала берді» дегенде, сөздің аяғын күтпей: «Құйрық қайда?» дейді хан. «Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой. Міне құйрық» деп Кендебай құйрықты қойнынан суырып алғанда, үйдің іші жап-жарық болып кетеді. Ханның балалары ұялып жерге қарайды. «Қазір үшеуің іздеп шығып,
құлынды тауып келіңдер, таба алмасаңдар менің маңымды көрмеңдер дейді хан. Кендебай өзеннен өтіп Керқұланың қылын тұтатқан кезде ат жетіп келеді. Керқұла атты мініп алып, қару-жарақты асынып алып, сауыт-саймандарды киіп алып, Кендебай жөнеп береді. Кендебай жолда әлденеше қиыншылыққа кездеседі. Әуелі алдынан бір үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп қозғалып, оған қарай жақындап келеді. Бұл 7 басты дәу екен. Кендебай қолына 100 батпан шоқпарын алып, Керқұла аттың барлық шабысымен дәуге қарсы шаба жөнеледі. Көзді ашып жұмғанша ағып бара жатып салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып тағы да соғып өткенде екінші басы ұшып кетеді. Осылай ерсілі-қарсылы 7 өтіп 7 рет соққанда 7 басы бірдей ұшып кетіп, дәу төңкеріле құлайды. Кендебай дәудің көзін ойып қоржынға салып алады. Бір кезде алыстан арыстанның ақырған даусы естіледі. Ілгері 2-3 аттағанда бірлеп Кендебайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кендебай арыстанның апандай аузын көреді. Кендебайды тартып жатқан соның лебі екен. Кендебай 6 құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды 2 бөліп, Кендебайды аржағынан бір-ақ түсіреді. Кендебай арыстанның аузын қағып алып қоржанға салады. Ақыры Кендебай алтын құйрықты құлындарды тауып алып, аман-есен ханның үйіне қайтып келеді. Хан қуанып үлкен той жасайды. Той үстінде түк таба алмай сандалып, мойындары ырғайдай, сирақтай шидей болып, азып тозып, ханның 2 баласы келеді. Хан Кендебайды төрге отырғызып, оның аты жөнін сұрайды. Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым Кендебай, ел мені Керқұла атты Кендебай деп атайды. Сіздің еліңізге ерігіп келгенім жоқ, жұмыспен келдім. Рұқсат болса айтайын дейді Кендебай. Айт балам дейді хан. Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып кетіпті. Малымызды айдап қолға түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Сол батырды босатып әкетпек болып келдім. Хан, сенің алдыңа қоятын бір шартым бар. Ол мынау: дүниеде 7 басты дәу бар, ақырған арыстан бар. Осыларды өлтіріп, бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатып беремін дейді. Кендебай Керқұла аттың қанжығасындағы қоржынын алып келіп, арыстанның аузын, 7 басты дәудің көздерін ханның алдына қояды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды азат етеді. Ата-анасына қосылып қойшы бала қуанады. Баласына қосылып ата-ана қуанады. Ұлы думан үлкен той істейді. Кендебай тұрғанда елге батып, ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп бұл ел Керқұла атты Кендебай батырдың елі деп атанып кетеді.